басталды ағайын, той басталды. Саулық айтқан қауымға той басталды ауылда, осында үлкен кешеде ағайында бауырда. Гүлдей жайнап ажарың, таусылмасын базарың, әзілдері жарасқан бөлелер мен башаның. Тойын тойға ұласын, салған әнін қырасын, сәнін берсін сәкеннің, әнін берсін күләштің. Туысқандары құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға
Халида апамның отбасындағы қуаныш той басталды ағайын. Көңілдің сұрап саспауын, көтеріп елдің шашпауын, бісміллә деп сөз айттым керемет тойдың бастауын. Адамның басы амандық болар, ұят болар амандаспағаным. Жалғалқым жұртым аман ба, амандық беріп саған да, амандасып алғаным жеңілдеу болар маған да. Алағайын туғандар, мені де бір тыңдаңдар, Зарабжан қаласына келген, бір Аллаға сенген. Оларға телдің ұрпақтары, алдарыңызға шықтым тағы да бір жұрт өмкелі. Амансың ба пайғамбардың үмбеттері деп бір қошемет, бір шапалақ болса ғай. Ой, рахмет. Бүгін міне Тәуелбай еліндегі, құттарған жеріндегі, біздің Ғани ағамыздың отбасының төріндегі думанды дүбірлеген қуанышқа қош келдіңіздер. Осындай қуаныш баршаңызға жұғылысы болсын деп, бүгінгі той иелері Халида апам мен Ғани ағамды бір қошемет соғайықшы бір. Асықпазы Ғани ағам мен әлі шақырғаным жоқ қой, сіздерге қошемет бұл. Асығыс құлы тойдың егелері. Ал ағайын, ән салайық, алталашқа жар салайық, көз тимесін деп тамсанайық. Ендеше біздің көптен күткен Айша қызымызды өзінің ата жесімен той төріне қарсы алайық. Той егесіне шапалақ бар ма ағай? Айша Жадырқабатыр, қыз Ғани ағамдікі, ол ешкімге бермейді, бір өзі табаған. Ал ағайын, той егелені бір қошемет ұрайық. Рахмет. Халида апам Айшаны ұстамаса да ақшаны ұстап алады бүгісі. Ал ағайын, құрметті Ғани аға, Халида апа, той құтты болсын. Немерелеріңіздің бабы берік, бір жасы қоя, бір жас. Бүгін міне қазақ айтады, екі дүниең абат, қос тойың қабат болсын дейді. Қос тойды беріп жатырған той иелері той жұғысты болсын, той құтты болсын. Ал енді мен саған сіздер үшеуіңіз кіріңіздер ғой, Халида апа, сіз Айшаны қолыңызға алыңыз, ақшаны Ғани ағама бересіз. Бір өзіңіз сіздің қызыңыз бұл. Тағы да бір жұрттың көзінше бір айналып шығыңыз осы жерді. Төрге барасыз ба, айналып қайтасыз ба той сіздікі. Қалеке, қош Халида апам бір ұзатылып атқан сұқсатына азданып бір айналып келген айтамын ау. Ағайындар той құтты болсын. Ал енді мынау сіздердің жиналып келіп отырған қонақтар, тойымызды бастадық. Ал ендеше ағайын, бәріміз орнымыздан тұрып бір билеп отырып алсақ. Ағалы той егелерімен бір билеп отырып алайық, кейін тойымызды бастаймыз. Қанеке ағайын, бәріміз орнымыздан тұрып, той құтты болсын. Кеттік қанеке, музыка.
орталашайық. Аттан құласа да салттан құламаған халықпыз. Мен осы тойдың басын біреуімізге аға, біреуімізге іні болған, біреуімізге бауыр болған мен Ерсұлтан бауырымызды 1 минут еске алып, орнымыздан самалықпен тұрып еске алып бастасақ. Қарекей. Рахмет, орнымызға жайғасайық. Алағайын, мынау Ерсұлтан менің апам болсанса, мен жиенді болсам деп, осы жиеніме 1 тай мінгізем дейтін аманаты бар екен. Осы маған Халида апам айтты той басталмастан. Алдын, той 1 ат мінгізуіміз бар деді. Сол аманатты не қылып, Айша қарындасына Ерсұлтан ағасына 1 тай мінгізіп атырайын. Бір құшақ балақ соқты. Екі той болғасын Қазақстандағы түп нағашылар тағы 1 тай мінгізіп жатыр екен. Алағайын, аманаттарыңыз құтылып жатқаныңыз құтты болсын. Тойыңыз тойға ұлассын. Мынау қолды созып арманға, мына өмір жалғанда, жиені үшін өмірде нағаштан артық жан бар ма дейді. Мына Ерсұлтан бауырымыз арамызда өзі жоқ болса да, өзінің жиеніне атып 1 тай мінгізіп жатыр екен. Құтты болсын. Аманатын табыстады. Мына тойымыздың басымен дастарханымызды ашқызып алуға Жәнібек ағаны шақырайыншы кәнеке. Жәнібек аға, келіңіз, той тізгін ашып беріңіз кәнеке. Назарды бермен бұрайық, ал Жәнібек аға бісміллә деп ашып беріңіз. Бісміллә. Тойымызды ашық деп жаралымыз. Тойға келген қонақтар, дастарханымыз ашық. Ғани жорамыздың тойы құтты болсын. Дастарханнан алып отыра беріңіздер. Ой, рахмет Жәнібек аға. Тойдан басың шықпасын, деніңіз сау, өмірі ұзақ болсын. Ал ағайын, дастарханымызды аштық. Дастархандағы дән, нан, балдан алып отыра беріңіздер. Енді мына той болғаннан кейін тілек болады. Мен осы тілекке әулеттің үлкендері деп, осы әулеттің үлкендері ол болған әже Жәнібек Нағашбай Ағзия шапа дейді. Жәнібек аға, сіз қайттан келеді екенсіз. Осы әулеттің үлкені деп сізді шақырып отыр. Осы үлкендерден бастап бірінші тілекті үлкеннен бастасақ деп. Қанеке, келейікші. Ол болған әже Жәнібек аға Нағашбай Ағзия шапа. Келіңіздер қанеке. Ал кімден бастаймыз? Ол болған әже сіз ба? Еш шағып, құрметті қонақтар, балдарым, қыздарым келгенімді. Мен Ғани бабаммен елімнің қайдан мен сол кезде той құтты болсын. Бәрі жұмысты болсын, Айша жан, айналай. Өмір ұзақ болсын, жасыңа жас болсын. Әжем толқығанда жылап отыр, қуаныштың өз жасы ғой. Шапалақ бар ма әжеме? Жылапыңыз. Жәнібек алыңыз. Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Құрметті қонақтар, міне бүгін Ғани жорамыздың үйінде үлкен той. Ол тойдың себепшісі Айша ағамыздың тұсаукесер тойы, 1 жас тойы. Не дейміз, арамыздан өтіп кетті ғой, Ерсұлтан баламыз. Қалған өмірін осыларға берсін. Осылардың қызығын көр, Ғани. Басқа не дейміз, денсау болсын. Тойдан тойға жалғас. Әрдайым той деп жүрейік. Рахмет. Бүгін той ағайын, көңілді түсірмейміз, қуаныспен. Келесі кім сөйлейді бар ма? Қосыламыз ба? Ал қосылып, ойнап беріп, құшақтап подаркамызды тапсырайық. Кет қанеке.
Алағай мынау мен бірінші тілектен кейін екінші тілекті суытпай, осы Айшаның нағашылары, аға апалары және де мен Ғани ағамның нағашыларын, осы әулеттің нағашыларын түгел шақырайыншы мен ортаға. Нағашылар келеміз Ғанеке. Мынау нағашылар жоқ екен, мен осы ортаға бауырларын шақырайыншы Айшаның. Мен Ержан ағам бастаған топ келейікші Ғанеке бауырлары. Нағашылар жоқ екен. Мен екіншілікке бауырларға берейін, бауырлары. Менің Ержан ағам бастаған топ келсінші ортаға. Рахмет. Үлкеніңіз кім? Танымасыз ба? Мен Ғанияға шеше тойларыңыз құтты болсын. Бауырлары деп жатыр ғой. Ғанияға бауырымын мен. Айшаның да бауырымын. Айшаның бір жасы құтты болсын. Ендігі тойда алдымыздан жүгіріп шығатын дәрежеге жетсін. Әрдайым сіздердің отбасыларыңызға той деп келейік. Не тілеген болсаңыздар тілектеріңізге жетіңіздер. Айшатай үлкен азаматша болып сіздерге сүйеніш, арқа сүйер перзенттеріңіз болсын. Әрдайым той деп жүрейік. Кеш жарық құрметті қонақтар, Ғани братан, Халида апа, балауса бүгінгі Айшатайдың бір жасқа толған мерейтойы құтты болсын, қадамы оң болсын, үлкен азаматша болып сіздердің көз қуаныштарыңыз болып, барша мақтау мадақтарды алып беретін әдемі сұлу Айша сұлу болып ортамызда жүре берсін. Дендеріңіз сау болсын. Балауса бүгінгі әдемі сұлу қаншайымның туған күні құтты болсын. Қасыңда арқа сүйерің болып, сырласың, жақының болып жүре берсін. Той баршаңызға құтты болсын. Рахмет. Бауырлар той құтты болсын. Бауырларыңыздың тойларыңызда ойнап билеп жүре беріңіздер. Қанеке подаркамызды табыстырамыз. Алағайын, мына Айша ұйықтап қалмай тұрып, мен тұсаукесер бүгінгі тойдың бастапқысын бастап алайық. Тұсаукесердің заттарын дайындайықшы мына жерге. Келіңіздер Ғанеке, тұсаукесерді жасайық мына жерге. Алағайын, мына тұсаукесерді бастаса, мен енді мынау Айшаның тұсаукесуін осы арнайлап Жанна апасына кестірейін деп жатыр екен. 4-ші мектептің мұғалімі де Жаннаны қарсы алайықшы Ғанеке. Келіңіз. Ал келеді Айша. Келіңіз, аяғына байлап алыңыз. Әр басқан қадамыңа сәттілік, қадамың оң болсын. Ой, рахмет. Ғанеке, қаз балам, қадам бассаң мәз болам деп. Айшаның тұсауын кесейік. Жанна апасына ұқсаған мұғалім болсын.
қарындасым Айша Жабырқабаева. Ой, шапалақ бармағайын, врач болады екен Айша. Мынау Айша болашақ қандай болады деп ойланып тұрып таңдады бұл медицинасын. Ал не дейміз? Айшаға барлық жақсылықты тілей отыра, тұсауы кесіліп, Айша өмір ұзақ дені сау қыз болсын, өмірде жетістіктері көп болсын, ата әжесін, мамасын ойнатып жүретін қыз болсын, жан апасына ұқсаған қыз болсын дейміз. Қанекей. Қазақта қол ауырмасын деген болады. Сіздің Халида апам сізге қол ауырмасын берем дейді тұсауыңыз кескен үшін. Қарындасыңыз өзіңізге ұқсаған қыз болсын, сіңіліңіз. Тілегіңіз айтсаңыз болады. Айша сұлу, бүгінгі үлкен өмірге басқан қадамың құтты болсын жаным. Әр басқан қадамың тек сәттілікке, жақсылыққа бола берсін. Үлкен азаматша болып жаңа ниет етіп жатсыз ғой, братан. Мен енді үлкен азаматша болып, тек жаныңызда жақсылыққа бастайтын жан болып жүре берсін. Құтты болсын қадам. Ой, рахмет. Шапалақ бармағай. Братан дейді біздің ғанияғамды. Братан дейді. Ал, менің Халида апам $100 подаркасы бар екен. Табыс алсын жан апама, құтты болсын. Бұндай білгенде өзімді кесетем ғой мен. $100 билеті да? Жаңа билет атқаңыз. Жан апа тойдың төрінде отырып алыңыз. Сіз жайғасып алыңыз. Қошеметпен отырғызайық Қанекей. Ал ағай, мынау тілектің кезегі бүгінгі той иелеріне жетіп келді. Мен енді бүгінгі тілекті той иелеріне берейін. Менің Ғани ағам, Халида апам, Балауыз апам сөйлесін. Ғани аға. Жарық, құрметті бүгін тойға жиналған қауым, жора жолдастар, ағайын туыстар, аға жеңге дегенде қарындастарым бар, мына жерде балдыздарым бар. Балдыздарым бар деп жатыр. Не дейміз барлықтарыңа рахмет, өстіп келіп атқандарыңызға сыйға. Дендеріңіз сау болсын барлықтарыңыздың да. Сіздердің де үйлеріңізде осындай тойлар болсын. Әрдайым тойларға барайық, дендіміз сау болсын. Немеремнің бір жасы құтты болсын. Әрдайым өмірі ұзақ, биік белестерді бағындыратын үлкен азаматша болып өсе берсін. Мынау Ғани ағам толқып жатыр. Маған айтты. Тамада деді, мен сөйлеймін деді, бірақ сөзімді жартысын айтам, бірақ мен толық айтпаймын деді. Сен жеткізіп бер деді маған деді. Бүгінгі қонақтар мені сыйлап келген деді. Мен сол қонақтарға рахмет айтам. Менің абыройым бар екен деді. Бүгін сіздердің қошеметтеріңіз, тойды қаншалықты қызықты өткізгендеріңіз менің Ғани ағамның абыройы. Мынау қазақ айтады екен. Ұлым менің мұрагер мұрадайсың, қызым менің қырдағы құралайсың. Естейсің бе есі жоқ беудене, неге менен сүйінші сұрамайсың дейді. Ұл өсірген, қыз өсірген барша ата-анаға осындай той жұғысты болсын дейді. Ал енді мен келесі
Söz кезегін Халида апама берейін. Халида апа өзіңізден. Жылап кеттіңіз. Не дейміз енді, жинап келген ағайын туыс, жора жолдастарым, өлелерім, қайсыңылдерім, барлығыңа рахмет айтам. Бұл жиналған серуенімізді Айша немеремнің тұсаукесер және жаңа жасы ғой. Жасы құтты болсын, Айшам, өмірің ұзақ болсын, ата әжеңнің, мамаңның, осы келіп жатқан ағайын туыстардың бәріне адал қыз болып көрініп жүре берді. Денің сау болсын. Барлығымызға рахмет айтамын. Бұдан да үлкен ниетте едім. Енді себептер болды ғой. Жақсы күнімде де, жаман күнімде де барлығыңыз жанымда жалау болдыңыздар. Рахмет сіздерге. Осы Ерсұлтанның көрмей кеткен қызығы баршаңызға бұндай болады. Тіпті ойлаған жоқ едім. Рахмет бәріңізге. Осы балаусам мен Айшам көрсін Ерсұлтанның көрмеген қызығы. Саған да рахмет, медеу балам, менің баламның қасында бірге қабырғаларында қайысып, жаман күнінде бірге жүрінде, жақсы күнінде көп жүрінде, сендерге де көп алғысым шексіз. Әйтеуір, аз араласса да көп араласқандай жүрдіңіздер қасында. Барлығы менің осы баламның жақсылығы шығар. Жүрдіңдер ғой әйтеуір. Рахмет сендерге де. Әрқашан сенде де осындай тойлар бұйыра берсін. Рахмет бәріне. Әумин, айтқаныңыз келсін. Халида апа бүгін толқуда, бүгін қуаныштың көз жасы. Халида апа бүгін той, жыламаңыз. Менің Халида апам сыйлап келгендер бар ма бүгінгі тойға? Халида апам бұдан да үлкен той қылып өткізбекші болған. Бірақ бір-екі себептерге байланысты деді. Бірақ осындай ең жақын адамдарын жинап той беріп жатыр екен. Маған айтты, медеу деді, дүние құрсын деді. Баршасы мені сыйлап келген қонақтар орнынан тұрсын деді. Тұрсын деді, тұрсын деді, тұрсын деді. Сосын маған арнап аямай шапалақты ұрсын деді. Отырмаймыз ағайын. Бүгінгі той иелерінің құрметіне баршаңызды жалпы бегеме ортаға шақырам. Қанекей, мені Халида апам қуантып бір ойнап алайық. Той иелер той құтты болсын.
Oh,
ашылып жатыр екен, тамақтан алайық. Қолақтарыңыз әнде, ауыздарыңыз дәмде болсын. Қанекей. Тамақтан алыс деп ортада приз болады. Приз шығарам деушілер болса келе бересіздер. Ескіде әндер бар еді, кезінде баршамыз шырқап жүрген. Мен сол әндердің минусын қоям, кім табады, сол барып қол көтереді. Мен барып сұраймын солар. Қалтамда жаңағы Лаура апам мен Жәнібек ағам шақырған 200 мың сом приз бар. Халида апа, сіз келіңіз. Маған сіз адамдар шақырып бересіз. 81-лерден бір әйел, жастардан бір әйел, ағайын туыстардан бір әйел болса. Айғаным. Қанекей, музыка, шапалар. Айғаным апа, келіңіз қанекей. Айғаным апа құратын сияқты. Екінші. Шефім ешкесінде енді? Жоқ, мен өзім шақыртам кейін. Екінші. Аселия. Келеміз қанекей. Аселия, ойна. Шапала. Эй, қане. Міне, осындай шоқтардан. Үшінші. Саламатты келіншегі дейді. Атын айтамайды. Халида апа келіңіз. Тағы бір маған 2 келіншек болса болды. Айтыңыз. Амангүл шығып. Кім? Амангүл шықсын жыға. Амангүл әжем. Шапала. Тағы бар ма? Екеу шығарыңыз. Бірден екі. Малика мен Наргиза шығып. Малика мен Наргиза шықсын шығарыңыз. Эй, шапала! Енді кім қандай жемісті жақсы көреді? Алма. Груша. Ой, талғандар күшті. Киви. Дейді. Аселя? Апельсин. Апельсин. Банан дейді. Банан табу ай құдай. Әже? Қарбыз дейді. Шапалақ бар ма? Енді кім қандай жеміс дәрумен айтты, соған ұқсайтын бір ер азамат алып келеді. Жұптарыңызды кеттік қане. Стоп. Міне, алма. Алмаға ұқсай ма? Мынау дейтін анау жазда пісетін ешек алма бар ғой? Сондай сияқты ғой базарда. Артық аламыз. Алмаға қойшыңды. Қандай жемісі? Груша дейді. Грушаға шапалақ бар ма? Бұл груша ана мынау адамның бақшасында піспейді бұл груша. Мен таңғалдым. Апельсин? Мынау апельсин ба? Ойбай мынау. Ал, байлардың отырысындағы апельсин ғой. Ана дастарханда тұрмайды. Апельсинге
Сіздердікі қандай жеңіз? Киви дейді. Ойбана, ішінде дәнегі көп, жөні көп киви ғой. Жөні көп киви ғой. Бұна жөні көп киви жасап. Кивиге шапалақ бар ма? Ұстай ма? Ал ағай, менің Жәнібек атам банан. Бананға ұқсай ма? Өзі де тауыпты да мен бананның кім екенін Жәнібек аға тұрып аламыз. Сіздердікі қарбыз? Қарбыз дейді, міне. Ішті өткізетін қарбыздар міне. Ал тұрып алайық. Ал енді мен ортада біреу билетем, біреу билетем. Кім әлсіз билейді, 2 жұп шығып кетеді. Ортада 3 жұп қалады. Ал ендеше біздерді бірінші болып бастап беретін қарбыз келсінші қанекей. Қарбыз ойнап берсінші, шапалақ аға. Қарбызға шапалақ бар ма? Қарбыз іштен емес, менің Жәнібек атам билейді қазір. Қайта береміз емес, Жәнібек атам. Бүгін жораңыздың тойы, билейміз. Бананға шапалақ бар ма? Қош еме. Қанек, ойна, шапалақ. Жәнібек атам үшін сүбір. Бананның күші кетіпті, біздің Жәнібек атам жақсы кетеді ол. Ал тұрып алайық. Жоқ, сіздер бақсы, жоқ. Келеміз, жоқ, ол жүретпен. Бір жұбы, сен алмастың ба? Басқасын алмастың ба? Қандай жеңсің? Киви, не? Кивиді алмастыра бересіңдер сендер? Кивиге шапалақ бар ма? Кеттік. Ең әдейі музыкадан қойшы. Күшсіз. Шап! Стоп, Киви өзін тауыпты. Мұна бас жүлдені мен бар ғой міне, бас жүлдені алатына көзім жететін ажырттың. Кеттік па? Апельсин ба? Кеттік қанекс. Apelsinге шапалақ бар ма? Қандай музыка? Любой дейді музыка бар ма? Жібер қане.
Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Жігіт қызды сүйресін, көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын. Бәрі тұрып билесін, бәрі тұрып билесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Малика апама шапалақ бар ма? Бірінші орын анық сияқты, келіңіздер қанекей. Стоп. Бағанағы алманың папасы тауыпты. Міне, ең дәу алма. Алмаға қошемет, шапалақ қанекей. Шапалақ. Ал енді мен Жәнібек ағам қайда жаңағы? Жәнібек приз болмады, далаға кетіп қалған несі осы? Сіз апа мынаны алыңыз. Сіздерге енді бағана Жәнібек ағам приз шығарып, 20 мың соммен қайтсын. Шапалақ бар ма? Екінші жұп, сіздер отырыңыздар. Сіздер тойды қыздырып беріңіздер. Бағана бірінші призді қыздырдыңыздар сіздер. Шапалақ. Ал енді 1, 2, 3, 4 жұп қапты. Мен мына кісілерге айтайыншы, кебеді 2 рет алмастырды. Отырамыз орынға, ойнап билеп. Шапалақ. Сіздер келіңіздер, ортаға келіңіздер. Қазір ортада индийский музыка болады. Жұп-жұбымызбен билейміз. Гитара, бәрі болады. Бірінші индийскийден бастайтын Аселияның жұбы. Келеміз қанекей. Сен жандырасың. Мынаяқтан тұрасың да, оу, гитара деп шығасың. Басыңа байлайтын берейін ба? Керек емес ба? Керек емес дейді ғой. Индийский музыка жібер қане, кеттік. Шапалақ, келіңіз, көке. Малика апа келіңіз, Малика апамыздың жұбы. Мен сіздің басыңызға мынаны байлап алыңыз. Как раз осы размер. Басқа бірлеңіз. Бір байлап алыңыз. Арқасын байлап жіберіңіз. Көзін жауып таппай қалмасын қазір Малика. Кеттік па? Дайымыз ба? Жібер кәне.
Мына көргенде Индиядан келген десе ешкім сенбейді ғой, а? Орнымызға тұрамыз, бастаған шешеміз. Ал енді мен алманың жүгін көрейінші, келеміз кәнекей. Тағасыз ба, тақпайсыз ба? Керек емес дейді, онсыз да жыртам дейді. 200-сінен қойшайын дескейден, кеттік ал. Ай, қане, шапала! Стоп, алмаға шапалақ бар ма? Ал ағай, мұнан мен өнеріммен өледім, қанша тойда жүрсем де мынандай елеске мен көрмедім. Ритм жоқ қой бұларда, ойбай. Ал енді Аселя, мен сендерді күшті алып шығама деп едім, бірақ алып шығамадыңдар. Мына екеуі жыртады екен бірақ сендерді. Ма екеулеріңді пресс орнымызға отырамыз. Сәулет, жаңа екінші микрофон. Ал ағай, қазір мен ортада екі жұртты финал жалыстырам, ән айтасыздар. Бір-бірлеріңізге қазіргі 2026-ның хит өлеңдері. Дайын ба? Келіңіз. Сіз мынаяққа тұрыңыз. Микрофон қосылмай, қоспайсыз. Фонограммамен айтасыздар. Тек ол айтатын жерде айтып тұрсаңыз болды, ар жағын Малика апам қатырады. Мен сізге бас жүлде. Уәде. Кеттік ал. Шапалақ! Стоп, көке Малика апам пысықтырма қарсы сенің айтатын жеріңді бейді ондағады. Бір ауыз ал қимылдаттадыңыз, бейді тұра бердіңіз. Шапалақ бар ма? Енді алманың кезегі. Микрофонды аламыз, көрдіңіздер. Бас жүлдені қалай болмасын алып кету керек. Бірдеңесін қалай, кеттік ал. Шапалақ! Эй, қане, орнаға! Oh,
Шапалақ алмаға барма. Мен ортада енді екі жұп пинал, біреу сұрайын. Алма мықты ма? Стоп. Сәулет, музыканы қоймай тұр. Алма қандай биледі? Малика! Көрдің ба? Ешкімге сенудің қажет жоқ бұл кезде. Ешкімге де сенбе. Малика алма шапалақ бар ма? Орнымызға жайғасайық. Отырамыз. Мен көке сізге тойдың кезде ең ізгі призіңізді беріп өзім апарып. Ал енді ағай, бүгінгі приздің бас жүлдесі Гранд Фри. Алма шапалақ бар ма? Ой, мінекей приздер. Мен кеше той басқардым. Бас жүлде бермем. Тамада сен призді зор өткіздің деді, қалтама салды қойдым соны. Бірақ ол басқа тойда, бұл жерде емес, басқа жерде. Сөйтті да, келді да, тамада деді. Сен одан да басқардың деді. Өзімнің атынан тағы бір 50 мың сом приз шығарам деді. Ойба, әсілдеп атыр, қойыңыз, жоқ. Мен әсілдеп атыр, қалтама ақша алып беретін адам өсің. Жоқ. Мына призді мен жаңағы билеген мен братаныма берем. Наны сіз алыңыз 100 мың сом. Бүгінгі тойда алып тұрыңыз. Шапалақ бар ма? Бүгінгі тойды қызып беріңіз аға. Рахмет сізге. Осы сізге. Шапалақ бар ма? Стоп. Ойбай, мынаған бас жүлде беруім керек екен ғой мен. Ал отырамыз, алманың жұбы, шапалақ ағайын. Мен ортада бір тілекті берейін. Бағана тілектен қалып кеткен кісілер бар екен. Мен ортаға Ержан ағамның жұбы мен Малика жеңшемді және Ержан мен Мөлдір жеңшем мен Ержанды және Малика апасын шақырайыншы ортаға. Бағана тілектен қалып кеткен екен. Асабаның алағына ойнап билеп сәлем. Ереке, келіңіз, сіз де сөйлейсіз. Ал ағай, назарды бермен бұрайық, ақ тілекке сөзге назар аудайық. Кімден бастайық? Бәке, сөзіңіз. Ассалаумағалейкум ағайындар. Жеңіл olan қалыптар, әрқашан осындай ақтасарларың ашық болсын, өмірі ауыл көшкіттерінің айырылмасын. Жақсы ниетке келген екенсіздер, бәріңізге де құтты болсын. Осындай ақтасарларда жиналып осындай тоғылықтан тостарыңыз құтты болсын дейміз. Әрқашан мінеге Ғанияға сіз ағам дейм, әрі нағашым дейм, әрі күйеу дейм. Анау тұрған кісі әрі қарындасым, білесіз, иә. Әлгі қарындасым болады, балауса жеңім болады, білесіз. Мен осының жөнінде бұлай айтқанда сізге бір жас тойы құтты болсын. Әрқашан өмірлерің ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Бір жас тойына менен шашу бір қой. Әкеме ағасы бір қой, шашу. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Шашамаңыздар. Дендеріңіз сау болып, осындай ауыл көшкіден айырмай. Әрқашан осындай тойға шашуым бар, кірет. Әрқашан ойында 50 мың сом ақшам бар, шашу бар. Мен қазір уақыт аз қалды, приз болса алам, ана қойдың астына шөпке деп бересіз. Сосын сіз бір мал атадыңыз ғой. Біздің Ержан ағам жеңшемнен сұрап отыр. Мен де бір қой атасам ба? Бір ақыл тастап жатыр. Енді мен Малика апамнан сұрайын, бір ақ тілектің алаңынан. Ғанияға, балау, немерелеріңіздің бір жасы құтты болсын, жастан жасқа жете берсін. Әлдапа әлі коллективдің әрі жақын адамы болсын. Балауса сіңілім болады, Ғани ағам болады.
өмірде ең жаман күндер емес осы той болсын да. Сол күндерге жетейік дейік. Бірге. Сол үшін азғантай сыйлығым бар, өзім атым. Шапалақ, рахмет ағайын. Ал енді мен ағайын, ортаға мен бір Ерекең Ержан ағам шақырайыншы ортаға. Келіңіз Ержан аға. Бұл кісі біздің өнерде жүрген ұстазымыз. Мынау мен заманның баласымын. Түрім ұқсамаса да тілім ұқсап тұрған шығар. Бұл кісі менің әкемнің қасында жүрген, әкемнің көзін көрген адам. Мынау айтады, әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген адам өлмесін деп. Бұл кісілер менің өнердегі әкелерім. Бізді осы ортаға өнерге алып шыққан осы жігіттер. Жаңа қой болмаса да осы камера осы кісінің атынан. Менің Ержан ағамның ақ тілектестік Ассалаумағалейкум қонақтар. Бүгін жиналған себебі Айша қызымыздың той тойласын, бір жас той құтты болсын. Мәнеға, апа, балауса тойда құтты бола берсін. Мен айтқандай осы өнерімдегі жүрген бізде қазір қой жоқ болса да камерамыз бар да, сол шашу. Сол той тойласын. Сіздер жақсы білесіз жүректі. Тек қана той болсын осында. Осы әулетте келген қонақтарға мың алғыс. Құрметті келіп үшін. Қайнаға? Сол. Ерекең қобалжып жатыр ғой. Ерекең бір жылай жіберуге сәл қалды ғой ұқпалуға. Шапалақ бар ма Ерекеңе? Ағалар, апалар, тойлар құтты болсын. Әрдайым осы аға апалардың тойында ойнап, билеп, шашуларыңызды шашып, жаңағыдай қой атап жүре беріңіздер. Мен не деймін, сіздерге бақыт тілеймін. Мәке, өміріңіз ұзақ, деніңіз сау болсын. Сіздің тойда қайтады дейді. Ертең сіздің тойда қызметте біздің Қане ағамдар. Шапалақ ұрып, подаркымызды табыстырайық. Қанеге, кет, шапалақ. Мәке, бағанағы ақша қалтаңызда ма? Енді мен ортада бір сұрақ жаздырайын. Халида апа мен Қане ағамның үйленген жылын, үйлену той болған күн датасын кім біледі? Анық дата. Қай күні, қай ай, қай жыл? Қай күн, қай ай, қай жыл? Кім біледі? Жоралар, 81-лер. Қане ағам мен Халида апамның үйленген жылын, анық датасын, күнін, айын кім біледі? Айтпайын, сұрап алу жоғынан кім біледі? Нешесі? 2004 августе. Аяғым қой, күн анық емес. 2 август, дұрыс па? Шапалақ ағайын. Бағанадан бері призге қатысады еді. Көкем айтам дегенге ақша қызып алып қалды. Құтты болсын. Шапалақ бар ма? Жоралар түгел қоя? Әлі түгел емес бар. Мен онда Балауыз апамның класстастарын шақырайын ортаға. Балауыз апамның бірге ойнап, бірге жүрген құрбы құрдастар келейікші асабаның алаңына. Қанеке ойнап билеп. Ассалаумағалейкум баршаңызға алдымен. Міне осы тойға себепші құттаймыз ғой енді. Қане аға, Халида апа тойда құтты бола берсін. Балауса той құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын кішкентайдың. Тойдан тойға ұласа берсін.
не дейміз деген тұсаукесер құтты болсын. Тойдан тойға келе берейік деп өйстіп шағы ойнап. Біз қосыламыз біз той. Ақ тілектерге. Олдық па, қосыламыз ба? Достар қанеке ойнап келіп подаркымызды табыстырайық. Іздеп жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің бенсің жүрегімді мен сақтадым. Арналай қастастадым. Әрбір үйдің бенсің жүрегімді мен сақтадым. Алағайна соңғы түйін жүгі ауыр дейді, менің Халида апамның бөлелері қап кетіпті. Ләззат Наргиза бастаған топ қоя. Бөлелерін шақырайшы мен ортаға. Ләззат Наргиза бастаған топ. Ешкім қалып кетпесін. Апалары, бөлелері, қанеке келеміз. Шапалақ. Кімнен бастаймыз апалар? Ләззат апамыз. Ал кеш жарық не дейміз қонақтар? Бүгін Ғани Халида балауса құтты болсын, Айшаның бір жасы. Не дейміз, барлығы жақсы тілектер айтып отыр ғой, жақсы тілектерге қосылам. Дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, қуаныштарың көп бола берсін, той бола берсін. Осы дастархан тойға жайыла берсін. Кешар құрметті қауым, бүгінгі жиналған себебіміз кішкентай Айшаның бір жас тұсаукесер тойы. Құдағай шөбереңіздің қадамы құтты болсын, Халида, Ғани немерелерің құтты болсын, үлкен азаматша болып, деніне саулық, үлкен отбасылық байлық, бақыт, әрдайым отбасыларында қуаныш, той деп келейік. Барлықтарыңызға осы жақсылық тілектер тілеймін. Барлықтарыңызға да осындай тұсаукесер, немере, шөбере той жұғысты болсын. Сол үшін нағашы азғантай сыйлығымыз бар. Кешар құрметті қонақтар, Халида апа, Ғани жезде немерелеріміздің бір жасы құтты болсын. Ата жесіне адал берсең, сүйкімді да сүйікті, үлкен қыз болып өсерсің. Сыйлығымыз бар. Болдық па? Кім сөйлейді? Сөйлеңіз жаңағы ба? Бір сөйлеңіз. Кешарық, құрметті қонақтар, бүгін міне кешіміздің себебі Айша жанның бір жас туған күні. Бұл дүниеге келген құтты болсын. Ғани жезде, Халида апа, немерелеріңіздің туған күнімен құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ болсын, тәтті қыз болып өссін. Сіздердің қызығына тоймай, бұл дүниеде барлық жақсылықтарды тілеймін. Сол өлелердің артынан подаркымыз бар, сол үшін табыстайық. Подаркымыз бар деген хат айтты ғой. Ал бөлелер той құтты болсын. Нағашы бөлелер. Аллахым мына бөлелердің құрметіне жалпы биге шығайық шығарайық. Бәріміз орнымызға тұрып бөлелердің құрметіне. Ай, қандай
Ағайындар, орнымызға жайғасып отырып алайық. Біздің Айшағызымыздың бір жас спорты бар екен, бір жас мерейтойына. Халид апа келіңіз, спорт кезі дегеніміз. Біздің Айшағызымыздың бір жасына арналған спорт.
қызымыздың өмірі осы торттай тәтті болсын деп бір шапалақ соғып тортты кесіп таратамыз. Ал ағайын, мынау соңғы тиген жүк ауыр деп уақыт сатып алсаң да уақытты сатып ала алмайсың дейді. Мен ортаға 81 жастарын шақырайыншы. Ғани ағамның достары 81 жастар келейікші Ғанеге. Жалпы түгел достар. Рахмет достар, қазғадар болып тұрып алайық. Ал достар, кімнен бастаймыз? Ал көге, аға айтып жіберіңіз. Ассалаумағалейкум Бірегі. Ғани, Ғалиға, немерелерің жас болсын, дуаңыз болсын, өмір жасы ұзақ болсын, өмірде бақытты болсын, айыңыз сау болсын, ең жаман күндерің осындай болсын да, әрқашан дендерің сау болсын. Не дейміз, азғантай ағам подарыңыз болсын, қабыл алайсыңдар. Рахмет, ерге сөйлейсіз ба? Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, алыс жақыннан келген Ғани Халида, немерелерің бір жасқа толған туылған құтты болсын, сау кескен қадам құтты болсын, дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ел халыққа қызмет қылатын үлкен азаматша болып жетсін, және бір мәрте тойларын тойласын. Ғани Халида осыдан немерелерің бау беріп болсын, сау кескен тойда құтты болсын, әрқашанда сау болсын, осындай тойлар көп болсын. Осы балғындардың қызын көріп, тойдан тойға жетіп жүре беріңдер. Әрқашанда. Және жеке өзінің атынан Айшаға бір ұлы шашуымды. Рахмет, шашы құтты болсын. Ал ағайын, мынау той болған соң батамен аштық, батамен аяқтадық, мен шақырайыншы ортаға. Осы көген жолын бердім дейді Жәнібек ағам. Ал бісміллә деп тойдың өзін жауап беріңіз. Дастарханың берекелі болсын, отының басы мерекелі болсын, әрқашан амандық болсын, альхамдулилля әлем берекесі болсын. Мына қызымыздың өмір жасы ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын. Әумин, Аллаху акбар. Айтқаныңыз Алланың қорғаны шағылсын. Ал достар, бірге ойнап, бірге күлген достар, тойларыңыз құтты болсын. Әрдайым достардың шашбауын көтеріп жүре беріңіздер. Той құтты болсын. Кеттік қане достар.
сағатты сатып алсаң да уақыт сатып алмайсың дейді. Билейтіндер биге, билемейтіндер үйге. Жалпы биге ағай, достар, құрметті.